16-шы аудио мәтін. Арал қасіреті. Соңғы парыз романынан үзінді. Ой Дариғай, өткен күнде белгі жоқ. Қазір ол күндер көрген түстей көзден ұшты да кетті. Шіркін, сол кездегі өмірдің несін айтасың? Онда жарықтық кәрі теңіздің бағы басында қос дарияны қатар емген телегей теңіз қыста да жазда да кенерінен асып жатқаны. Шіркін-ай, ол кезде бұл өңірдің кісілері қандай еді? Күнге күйіп, жел қаққан, өңшең сіңір қара кісілер оқта-текте соғып тұратын лай балыққа аулары майланғанда рухтанып кететін еді-ау. Қанаты сатырлап ақ шағалалар да көк теңізде қиғылық ұрып жатқаны. Ақ пен қызыл арасында беттақтаймен бірдей боп балыққа толған қара қайықтар бір-біріне құйрықтасып келіп жататын. Сонан бері, сонан бері міне 20 жыл. 20 жылда ел өзгерді, жер өзгерді, ауа бұзылды. Осы елдің ішетін суы уға айналды. Теңіз тартылды. Суы шағын Сырдария түгілі, ағыны қатты Әмударияны айтсаңшы. Баяғы Македонский заманында жойқын атанған, өзі де жойқын десе жойқын дарияның қатты ағысына қайық салса шапқан аттай ала қашатын ағыл тегіл суын кері ағызып, қара құмға, қара құрдымға бұрып әкетті. Бас аяғы 20 жылда теңіз жарты ортасынан төмен түсіп кетті. Бұл өңір 20 жылдан бері осылай болып жатыр. Тартылған теңіздің түбі тұзға айналып, Арал өңірінің аңызақ аттабы күн-күн, түн-түн азынап соғып бергенде не болады? Арал тұзы қазір Қарақалпақ пен Қызылорданы тұншықтырып жатыр. Сол тұз ертең